бауырында нарушениесі болып, жүрегінде 3 тесік болды. Мен 670 мың ба кредит алып Астанаға дейін барып емдетіп келдім. Бағымда ешқандай результат болған жоқ, бірақ баламда 6 ай, 5 ай жүрдім, сыртта жүрдім. Шымкентке апардым, Астанаға апардым, ешқандай результат таппадым. Жанар апаға келіп айтамын ғой, ол кезде Жанар апа арефлемде істейді ғой, омега ма бірдеңе тауып берші, балам гемоглобині 41-ге түсіп кетті деп айттым мен. 41-ге түсіп кетті, қан құйылды балама, көтеруім керек әрі қарай деп. Сол кезде келген кезде айтады ма, сен не фирмаға кірсең, ағы фирмасын, ағыны алсаң, ұшын күшті көтереді, арғы нәрсеге әсер. Сонда 3 ай іштім ғой, сол бір нені 3 ай ішті балам. 3 айдың ішінде мен балам мынандай талма ауру болып, талып қала береді, өзінен отырады да, 10 минутқа ұйықтайды, қайтып тұрады. Қанша системалар алып жатыр, бұл әсер еткен жоқ. Бірақ мынаны ішкеннен кейін уже менде 10 күнде, уже балам 10 күн аңғарып жүр да өзі. Ұйықтады ма деп бір-бірімізден сұраймыз, жоқ, ұйықтаған жоқ, құлаған жоқ, андай талма ауру ұстамайды. 1,5 айдан кейін қайтадан неге барып келдім, Қызылордаға апарып, жүрегін УЗИ-ға түсіріп келсем, бір тесігі бітелген, екіншісі тағы да шамалы клапаны жабылып келе жатыр деп айттым ма. Гемоглобин тапсырсам 83 болып тұр, 41-ден уже 83-ке көтерілген. Қазір типа жаман емес, 97 болыпты. Кеше мектепке баратын тапсырдым, алтынәлі барады. Молодец. 97 болыпты. Кеше осы таусылған аппаратта болды, енді екіншісіне заказ берейін деп отырмын. 97 ол жақсы мен үшін. 41-ге қарағанда қан құйылды, не істеді, олар әсер еткен жоқ. Бірақ осы ағы мен спорегінің екеуін бірге алма кезек беріп отырмын. Содан жақсы болып кеттік. Сол онкологияда, былайша онкологияға Мейірім апаның баласы бар ғой. Сол екеуміздің диагнозымыз бірдей болды да, бұны да онкологический больницаға жіберген, негізі біз Алматыға. Біз оны жасатпаймыз, химия қабылдатпаймыз деп сыртқа алып қаштық. Платныйға көрсетемін деп өзіме-өзімше. Бірақ соның арқасы ғой, бірақ сол химияда қабылдаған жоқпыз, ештеңе қабылдаған жоқпыз, қазір жақсымыз, әлі больницаға барған жоқпыз. Сентябрьдің ортасында Астанаға барып келемін бір рет, результатын көрсетіп, содан кейін барып болды. Жақсы былайша баламға, жақсы, ол жаман емес. Ата-ана да алып берсең болады ғой. Иә, папаға енді алып береміз.